ылғи әкесі Мирасты бұл бала біртүрлі өзі, басқа әлемнен келген сияқты дейтін. Ұлын қатты жақсы көргенімен қоймай, оны мақтан тұтса да. Мирастың анасы, яғни әйелі тірі болғанда, ол одан жиі сұрайтын. Айжан, айтшы, біздің Мирас кімге тартқан өзі? Меніңше, сенің де, менің де туыстарымыздың арасында бұндай жаны нәзік ешкім болмаған сияқты. Айжан күліп жіберді. Ерлан, сен неге олай дейсің? Қалай ол басқа әлемнен келген? Мирас өте заманауи бала, спортпен шұғылданады. Ал оған машина, тапаншаларға қарағанда сурет салып, өлең шығарған қызықты. Барлық балалар бірдей мықты болмайды ғой. Ерлан күрсініп, ол өскесін маған көмектеседі деп үміттеніп едім. Қазір заман тыныш, 90-шы жылдар артта қалды ғой. Әлі де бизнесті тыныш жүргізу мүмкін емес пе? Иә, Айжан, сен сияқты бизнестен еш хабары жоқ, көптеген адамдар 90-шы жылдар өткен деп ойлайды. Бірақ іс жүзінде ештеңе де өзгерген жоқ, сол баяғы қалпы. Бірақ қазір бұрынғыдай ештеңені жарияға жар салып жасамайды. Ерлан әдетте үйде жұмыстағы мәселелер туралы сөйлескенді ұнатпайтын. Айжанның шамасы жетпейтін нәрселермен басын қатырғысы келмеді. Ол оның көлік саудасымен айналысатынын ғана білді. Оның салондарында жаңа көліктерде, пайдаланылған көліктерде сатылатын. Бар болғаны соны ғана білетін. Ерлан үшін тек қана сүйіктісі мен ұлының ештеңеге мұқтаж болмауы маңызды болды. Мирастың 15 жасқа толып жатқан туған күнінде Айжан өзін нашар сезінді. Алдымен онда бір нәрсенің дұрыс емес екенін туған күн иесі байқады. Ол анасына жақындап. Анашым, сізде бәрі дұрыс па? Боп-боз болып тұрсыз ғой. Иә, балам, бәрі жақсы. Сәл шаршағаннан ғой. Анашым, мұның бәрін жасамай-ақ қоюыңыз керек еді. Маған сіздермен бірге торт алып, үшеуміз ғана отырсақ та жетер еді. Мирас, сен онсыз да туған күндеріңді ерекше атап өтпейсің ғой. Енді 15 жасқа толып жатырсың. Үлкен жігіт болдың. Атап өтпесек болмас. Достарың да көп екен. Оларды шақырып жібермесек болмас. Бар енді достарыңа. Бәрі жақсы. Уайымдама. Мирас әрине кетті. Бірақ алдымен әкесіне келіп, әке, анама қарайласаңызшы. Ерлан ұлына таңдана қарады. Түсінбедім, онымен не дегің келеді? Әке, түрі бозарып біртүрлі болып тұр. Ол маған бәрі жақсы дейді, ал шын мәнінде олай емес сияқты. Ерлан алаңдап әйеліне қарады. Тыңда, сен дұрыс айтасың. Қазір ол жатып демалып алсын. Ал оған дейін біз екеуміз бәрін қатырамыз. Мирас анасының өзін жайсыз сезінгенінен емес, демалуға келіскенінен қатты қорықты. Бұл анасына мүлдем ұқсамады. Кешке қонақтар тараған кезде Айжан өзін нашар сезіне бастады. Ерлан жедел жәрдем шақырды. Айжан аты жаман бір аурумен ауырып, 3 айдың ішінде солып, ауруы түбіне жетті. Мирасқа барлық әлем қирағандай болды. Құрметті тыңдарман, әңгімені жалғастырмай тұрып айтайын дегенім, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдарды қолдаңыздар. Тіл жоқ жерде ұлт та жоқ. Әкесінің ешкім сағын сындыра алмайды деп ойлайтын еді. Енді әкесі өмірден түңіліп кетті. Әкесінің кешке кеңседе қалып жалғыз ішетінін көргенде онымен сөйлесуді шешті. Әке, иә балам, не айтасың? Тыңдап отырмын деді. Әкесі бұл ісі үшін ұялғандай көрінді. Мұның өзі жаман емес. Әке, сізге өте қиын түсінемін. Ерлан күліп стаканды көрсетті. Сен осы туралы айтып тұрсың ба? Иә, маған осылай оңайырақ. Бұл аздап бәрін ұмытуға көмектеседі. Мирас күрсінді. Онда маған да құясыз ба? Ерлан оған таң қалды. Не, сен жынданғаннан саусың ба? Ал мен не істеуім керек еді, әке? Сіз өзіңізге жұбаныш таптыңыз. Ал мен жалғыз қалдым.
сіз менімен сөйлеспейсіз де. Ерлан біраз уақыт стаканына қарап, содан кейін ішіндегісін гүлге шашып жіберді. Мирас қатып қалды. Содан кейін, бұл үшін анам сіздің жаныңызды шығаратын еді. Мирас шыдай алмай жылап жіберді. Осы уақыт ішінде алғаш рет әкесі оны құшақтады. Жыла, балам, жылап ал. Біраз жеңілдеп қаласың. Қайғыға салынып, сенің жағдайыңды ойлауды ұмытып кеткенім үшін мені кешірші. Олар әрқашан жақсы қарым-қатынаста еді. Анасы қайтыс болғаннан кейін олардың аралары одан сайын жақындай түсті. Мирас филология бөліміне оқуға түсті. Сонымен қатар өнер мектебінде де оқыды. Оны бітіргеніне көп уақыт болған, бірақ тағы да жеке сабақтар алып жүрді. Әкесі Ерлан кейде күңкілдейтін. Ұлым, сенен бәрі қорқатындай мықты болғың келмей ме? Сенің көп ақшаң болу үшін. Ойлаш өзің тапқан ақша саған сенімділік береді. Әке, неге адамға көп ақша керек? Мирас өзі салып жатқан суретінен басын алып, бұл суретті салып жатқанына бір айдай болып қалды. Бірақ әлі де ол оны әкесіне көрсетпеді. Неге керек емес? Ақшаға бәрін сатып алуға болады ғой. Барлығын? Ерлан әрқашан сабырлы ұлының бұл сұрағынан аптырап қалды. Иә, бәрін. Ал денсаулықты ше? Әкесі күрсінді. Мен түсініп тұрмын сенің не айтқың келіп тұрғанын. Иә, ақшаға сатып алуға болмайтын нәрселер де бар, бірақ олардың көпшілігін сатып алуға болады ғой. Әке, егер ең бастысын сатып алу мүмкін болмаса, онда неге көп ақша табу үшін жұмыс істеуіміз керек? Ерлан тыпыршып бөлмеде әрі-бері жүрді. Сенің неге бұлай айтып отырғаныңды түсінбеймін. Сен мен сияқты ойлай алмайсың. Өйткені сен баршылықта өмір сүруге үйреніп қалғансың. Әке, егер бізде мұның бәрі болмай, тек анам тірі болса, біз бақытты болмас па едік? Иә, бірақ бұл басқа жағдай. Мирас, сен қателесесің. Мысалға мен кенеттен өмірден өтіп кетсем, саған ештеңе қалдырмасам, сонда сен қалай өмір сүресің? Әке, сіз не, ерте өмірден өтейін деп пе едіңіз? Бірақ шындығына келсек, мен де жұрттар сияқты өмір сүретін боламын. Сүйікті істеріме уақыт бөле алатындай жұмыс табамын. Болды, солай жұрт қатарлы өмір сүремін. Мирас қазір әкесі мен оның арасындағы әңгімеде алшақтық бар екенін түсінді. Екеуі екі түрлі ойлайды. Ол өз пікірін айтты. Әкесі де оның қандай адам екенін біледі. Мен саған ештеңе өсиет етпесем де ренжімейсің бе? Жоқ. Демек сіз оны шынымен де қажет адамға мұра етіп қалдыратыныңызды білемін. Білесіз бе, әке, менің бала кезімде арманым болған. Біз сіздің серіктестеріңізбен бизнесіңіз жоқ, шалғай бір ауылда тұрамыз, және де біз әрқашан бірге боламыз. Сіз, мен және анам. Ерлан ұлына қарап, әйтсе де бар ғой, сен қызықсың, Мирас. Сені ештеңе де қызықтырмайды. Неге, әке? Мысалы, сурет салу маған өте қызықты. Әсіресе өзіңмен бірге болатын нәрсенің суретін салу. Мысалға, мына сурет, деп Мирас салып жатқан суретін әкесі Ерланға бұрды. О, керемет, деп содан кейін қасына жақындап, Айжан тірі сияқты. Өзі көңілді, әрі әдемі. Міне, әке, біз осы анамның суретіне қарап, оны тірі деп ойлай аламыз. Оның бізбен бірге болмағаны маңызды емес. Ол осылайша әрқашан бізбен бірге болады. Мүмкін сенікі де дұрыс шығар. Бірақ менімен де келісетін шығарсың. Ештеңеге мұқтаж болмай өмір сүру жаман емес қой. Мирас күлді. Иә, әке, сізбен келісемін. Бұл әңгімеден кейін бір жыл өтті. Ерланның бизнесінде бәрі жақсы болғаны соншалық ол қорқа бастады. Белгілі болғандай бекер емес екен. Ерлан Сейсенұлы, сіз үйіңізге бармайсыз ба? Ол шошып хатшысына қарады. Сайраның онымен бірге жұмыс істеп жүргеніне 5 жыл болды. Олардың араларында тек іскерлік қарым-қатынас қана болған жоқ. Олар бір-бірін ұнатып жүрді. Ерлан оған ұсынса болғаны,
Зайра оның қолынан ұстап, әлемнің қай шетіне болса да баруға дайын. Оның да көксегені ақша емес еді. Айтпақшы, бұл да оған ұлының дүниетанымы сияқты түсініксіз болды. Барамын әрине. Зайраның жұмысы бітті. Ол үйіне кетуі керек еді. Бірақ ол кеңсеге сенімді кіріп, оған қарама-қарсы отырды. Айтшы, не болып жатыр өзі? Ол шаршаңқы жымиды. Зайра, ерекше ештеңе де болған жоқ. Менің фирмам біреуге қатты ұнап, оған керек болып қалған сияқты. Осылай жағдай. Бірақ қазір басқа заман ғой. Ол тек қайғылы күлімсіреді. Зайра, мен сенің біраз уақытқа басқа жаққа кеткеніңді қалаймын. Анда сенің сейфінде конверт тұр. Онда сенің сыйақыңмен шетелге жолдама бар. Ол басын шайқады. Мен ешқайда да бармаймын. Кетуім керек, Зайра. Сенің мұнда қалуың менің қолымды байлайды. Сен ақылды әйелсің ғой. Бәрін өзінде жақсы түсініп тұрсың. Зайра біраз уақыт үнсіз отырды. Содан кейін басын изеп, жарайды. Мен қашан кетуім керек? Жалпы кеше кетуім керек еді. Ұшаққа билет ертеңге алынған. Ол шаршаңқы көзін сүртті. Зайра, басқа сұрақ қойма. Солай болуы керек. Болды. Ол орнынан тұрды. Жақсы, мен бәрін түсіндім, Ерлан. Жарайды. Бар енді, Зайра. Бәрі аяқталғаннан кейін біз міндетті түрде сөйлесеміз. Ол есікті ақырын жауып шығып кетті. Мирас әкесін күтті. Түнгі сағат 1 болды. Ол әлі жоқ. Дегенмен бұл соңғы уақытта қалыпты жағдай. Әкесінің шаруалары көбейіп, үйдің жүзін көрмеді. Мирас оның қиындыққа тап болғанын түсінді. Бірақ ол онымен сөйлесе алмады. Бүгін таңертең ол әкесінің өзімен бірге тапанша алып жүргенін көрді. Яғни ол ойлағаннан да жаман бір нәрсе болуы мүмкін деген сөз. Мирас әкесіне, ұлыңыз мықты болмаса да, қажет болса ол әрқашан оны жақтап, жанынан табылатынын айтқысы келген. Сағат 2-ні көрсетті. Бүгін сірә бір нәрсе болған ғой. Әкем көп кешікті ғой. Мирас тағат таппай күтіп отырғасын, әкесі келгенше көңілін басқа жаққа аударып, уақыт өткізу үшін теледидарды қосты. Содан кейін бірден қатып қалды. Жаңалықтар болып жатыр екен. Атақты кәсіпкердің көлігі жарылып, ол сол жерде қаза тапты, деп диктор хабар таратып жатты. Мирас есінен тана жаздады. Бір кезде еденге отыра кетті. Экранда көліктің жанып жатқан кезін көрсетті. Ол әкесінің көлігін бірден таныды. Зайра оған келесі күні келді. Мирас, бұл қалай болғаны? Мен білмеймін. Соңғы уақытта бірдеңе болып жүрді. Тек әкесі бұған ешқашан ештеңе айтпады. Оған қатты қысым жасалған сияқты. Ол жаман бірдеңе болатынын сезіп жүрді. Зайра көз жасына ие бола алмады. Бетінен тамшы жастар домалап ағып жатыр. Кенетте Мирас оның да қатты қайғырып тұрғанын түсінді. Жерлеу рәсімінен кейін біртүрлі нәрселер бола бастады. Белгілі болғандай, әкесі қайтыс болардан 3 күн бұрын өз фирмасын сатыпты. Бұл туралы ешкім білмеді. Оның орынбасары, олардың отбасылық досы бұл мәселеге қатты ашуланып, Мирастан бірнеше рет әкесінің ақшаны қайда жасырғанын сұрады. Мен ештеңе білмеймін. Оның фирманы сатқаны туралы да бірінші рет естіп тұрмын. Бір айдан кейін әкесінің барлық ақшасын біреу шоттардан шешіп алғаны белгілі болды. Тағы да отбасылық досы олардың үйіне келді. Әкесінің жас сүйіктісі бар жоғын Мирастан ақырындап сұрап алуға тырысты. 3-ші рет отбасының досы өсиетті жариялайтын кезде келді. Ол Мирасқа тесіліп қарап отырды. Нотариус Мирасқа өзі де білмейтінін бір шалғай ауылдағы ескі үйді ғана қалдырғанын білгенде, отбасылық досы қарғыс айтып кетіп қалды. Мирас мұңайып күрсінді. Негізінде, мен ауылда да жұмыс таба аламын. Енді жаңа үй иелеріне үйді босатып беруі керек еді. Олар Мирасты үйден қумады.
керек нәрселерінің бәрін алып кетсең болады деді. Мирастың өзі кеткісі келді. Келесі күні Мирас билет алып пойызға отырды. Ол ауылды аралап келе жатыр. Жаны қиналса да, ол өзін жақсы, тыныш сезінді. Үйді тапқан кезде күн қарайып кеткен еді. Мирас шаршап, чемоданын жерге қойды. Қалған заттарын вокзалда сақтау камерасында қалдырған еді. Мекен жайы мен үйдің фотосуретіне бір қарап алды. Иә, бұл дәл сол үй екеніне күмәні жоқ. Бірақ неге үйде жарық жанып тұр? Әлде үйсіз біреулер кіріп алды ма екен? Мирас қоршаудан абайлап өтті. Аулада үйсіздерге тиесілі болуы мүмкін емес жақсы көлік тұрғанын көрді. Ақырын терезеге жақындап ішке қарады. Көргендерінен өз көзіне өзі сенбей, есінен танып құлады. Бір кезде оны біреудің қатты жұлқылағанынан оянды. Мирас, Мирас, деп содан кейін оның бетіне бір шелек су шашып жіберді. Бұл Мирасты бірден есін жиғызды. Көзін ашып, алдындағы адамды көргенде қайтадан есін жоғалта жаздады. Бірақ ол адам әкесінің даусымен: «Мирас, қорықпа, бұл мен ғой, әкең. Мен елес емеспін, мен тірімін». Мирас есінен танбай өзін әрең ұстады. «Сіз өліп қалғансыз. Мен сізді өзім жерледім». Ерлан ұлына тұруға көмектесті. «Сен мен емес, басқа адамның сүйегін жерледің. Жүр үйге кірейік. Мен саған бәрін айтып беремін. Күте тұрыңыз», деп Мирас қолын тартып алды. Содан кейін Ерлан оны құлап бара жатқан жерінен әрең ұстап үлгірді. Сіздің менің әкем болуыңыз мүмкін емес. Неге олай дейсің?» деп Ерлан сұрады. Мирас оған біртүрлі қарады. «Білмеймін. Анам ашуланған кезде сізді қалай атаушы еді?» Ерлан күліп жіберді. «Қожайнасыр, әке, бұл шынымен де сізсіз бе?» Мирас оны қатты құшақтап алып жылады. Ол қазір мүлдем жылаудан ұялмады. Тап-дардай 23 жастағы жігіт болса да. Олар аулада шай ішіп отыр. Сол кезде олардың менің көзімді құртқанын күтпей, бәрін алдын ала жоспарлап, бизнесімді сатып, ақшаны да өзімнің басқа шотыма аударып, осылайша өз қазамды өзім жоспарладым. Әке, егер олар шындықты біліп қойса ше? Сізді тауып алса ше? Жоқ, уайымдама балам. Ешкім мені таба алмайды. Мені мұнда кім іздеп келеді деп ойлайсың? Бұл айдаладағы бір шалғай ауыл ғой. Айтпақшы, мен бұл үйді табу үшін көп іздедім. Сенімен сөйлескеннен кейін маған сондай бір ой келді. Мен сенің арманыңдағы үйді дәл осылай елестеттім. Мен мұнда да бизнеспен айналыса аламын. Ауыл шаруашылығын көтеретін боламыз. Мұнда бізді ешкім таба алмайды. Мені іздеу ешкімнің де ойына келмейді». Мирас күлімдеді. Бәрі өзі армандағандай, тек анасы ғана жетіспейді. «Әкем үйленсе де болар еді. Әлі қартайғанда жоқ қой. Сәлеметсіздер ме?» Ерлан мен Мирас жалт бұрылды. Қақпа алдында Зайра тұрды. «Кешіріңіз, мен Мирасқа келіп едім. Ол мұнда қиналып қалама деп қорқып, менімен бірге менің пәтерімде тұруын ұсынғым келген. Оған да орын жеткілікті болар еді. Содан кейін...» деп қыз не айтарын білмей: «Кешіріңіздер, мен онда кетейін», деп ол бұрылып қақпадан шықты. Мирас әкесіне қарап: «Не істеп отырсыз? Қазір кетіп қалады ғой». Ер адам Зайраның артынан жүгірді. Олар ұзақ сөйлескені соншалық Мирас бір ұйықтап тұрды. «Мирас, Мирас!» Жігіт шошып оянды. Көзін сығырайтып ашты. Қобалжып тұрған әкесі мен Зайраға қарады. «Мирас, біз үйленетін болып шештік». Зайра қабағын түйіп: «Біз емес, сен». Мирас күлді. «Баяғыда үйленулеріңіз керек еді». Олар үнсіз қалып, оған таңдана қарады. «Сен не, қарсы емессің бе?» «Жоқ, әрине, қарсы емеспін. Мен қос қолдап қолдаймын. Бүгін мен үшін ең бақытты күн. Өлгендер қайтып келмейді дейді. Бірақ кейде бәрі де болуы мүмкін».
Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.